Барлықтарыңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сүзбелі ірімшік жасайтын боламыз. Ең алдымен ірімшікке қант ұнтағын салып, блендермен жақсылап езіп аламыз. Жұмсақ сары майымызды салып, қайтадан араластырып аламыз. Әрі қарай шоколадымызды бөліп, оған сұйық май қосып, су буында немесе микроволновкада ерітіп аламыз. Осындай силиконды ыдысқа еріп тұрған шоколадымызды барлық жеріне жеткізіп жағамыз. Бес минутқа мұздатқышқа салып аламыз. Содан соң үстінен қайтадан шоколад жағамыз. Сонда біздің шоколадымыз ыдысынан босатқан кезде сынып қалмайды. Тағы 5 минутқа мұздатқышқа салып аламыз. Начинкамызды кондитерский мешокқа салып аламыз. Бұндай болмаса қасықпен де сала берсеңіздер болады. Өзіңізге ұнайтын қалаған жеміс-жидектеріңізді қоссаңыздар болады. Видеода көрсетілгендей салып шығамыз. Және үстінен қалған шоколадымызды жағып шығамыз. Он немесе 15 минутқа мұздатқышқа салып аламыз. Содан соң асықпай ыдысынан босатамыз. Бізде осындай әдемі әрі тәтті сүзбелі ірімшіктеріміз дайын болды. Қонақ шақырғанда дастарханға қойсаңыздар, дастархандарыңыздың сәнін келтіреді және әдемі көрінеді. Менімен болғандарыңызға рахмет, барлықтарыңызға ас болсын.